Сүйікті мектебім. Әрбір жанның бойында өз мектебіне деген ыстық ықыласы мен сүйіспеншілігі, сол баяғы оқушы кезіндегі пәк сезім қанша уақыт өтсе де өзгермейді екен. Балалық шағымның, оқушылық өмірімнің куәсі болған осы алтын ұямнан білім алып, қанат қағып ұшып едім. Бүгінде мақтанышпен осы мектептің мұғалімімін деп айталамын. Өз ісінің білгірі һәм шебер атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн деген. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің сөзін жадымда ұстап, ал шәкірттеріме ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп құмарлыққа ұқсас әрекет ондай болмасқа керек деген сөзін жиі қолданамын. Оқушыларымның бойына патриотизм, жомарттық, табандылық, әділдік, адалдық, жауапкершілік, еңбекқорлық, кішіпейілділік, әдептілік және тазалық деген құндылықтарды сіңіруді мақсат етемін. Бүгінде оқушыларымның сын тұрғысынан ойлауы дамып, қалыптасып келеді. Олар еркін, қандай да бір пікір білдіруден қорықпай сөйлеуге және ұсыныстарын айтуға үйренген. Әрине, бұл оқушы үшін шабыт, жеңіс және қуаныш. Міне, мектебімнің осы ойлы, терең білімді түлектер қанат қағып бекке самғауда.